Елімізде азаматтардың өміріндегі әкімшілік кедергілерді барынша азайту үшін бірқатар нақты қадамдар жасалуда. Солардың бірі электронды үкімет бағдарламасы. Бұл жобаның аясында көптеген құжаттарды рәсімдеп, сансыз анықтамаларды алуға болады. Ал биылдан бастап елімізде лицензиялаудың электронды нұсқасы жұмыс жасай бастады. Елбасының тікелей берген тапсырмасы орындала бастады. Елбасының мемлекеттік органдарда әкімшілік кедергілерді азайтып, электрондық жұмысқа көшу жөнінде әділет министрлігінде бірталай жұмыстар жасалып жатыр. Мынау лицензиялау мемлекеттік директор қоры информациялық системалар бойынша, жүйе бойынша 2011 жылдың 1 сәуірінде пайдалануға берілу жөнінде қаулы комиссиясында шешім қабылданды. Сол уақыттан бастап, біздің әділет министрлігінде 1 сәуірден бастап осы лицензиялау мемлекеттік қоры жүйесін жұмысын жалғастыру бізде басталды. Бұл бойынша, осы жүйе бойынша бізге келіп түсетін құжаттар лицензия алу жөніндегі адвокаттық, нотариаттық қызметпен айналысуға осы базаға енгізіледі. Келген өтініштер, келген құжаттардың бәрі осы базаға енгізіліп, қорға енгізіліп, әрі қарай оны қарау жұмыстары жүргізіледі. Бұл базаның деректер қорының ерекшелігі мұнда адамдарға өте пайдалы, өте кедергілерді жоюға өте пайдалы. Электронды рұқсат алу бұл бірінші кезекте ең қымбат нәрсе, уақытты үнемдейді. Ал екіншіден әртүрлі әкімшіліктер мен басқармаларға баратын қаржыңызды үнемдейді. Оның үстіне уақытты қызмет көрсетеді. Осы секілді басымдықтары көп дейді білікті мамандар. Біріншіден лицензияларды алу осы қазір электронды түрде беріліп жатыр. Лицензиялау туралы Қазақстан Республикасының заңының 2 бабында көрсетілген электрондық лицензия беру, бұл жаңа қағаз лицензиямен тең болып есептеледі. Соған байланысты әділет министрлігінде 15 тамыздан бастап электрондық лицензия беру уже басталды. Электронды лицензиялауды қолдану өте оңай. Бірінші кезекте сіз ғаламторды қолдана отырып, өз өтінішіңізді бересіз. Содан соң барлық болып жатқан іс-әрекеттерді бақылап отыра аласыз. Сіздің жіберген өтінішіңіз қай жерде кідіріп қалды, немесе қай жерден өтпей қалды. Нормативтерге сәйкес бақылап отыру мүмкіндігіңіз бар. Бұл жүйе бойынша, лицензиялау жүйесі бойынша лицензияны алатын адам бізге жаңағы қағаз жүзінде өтініш беруге болады. Оны жаңағы лицензиялау жүйесіне кіргізіледі де, жаңағы азаматтар оның қарау тәртібін қарап отыра алады. Ол жаңағы интернет жүйесіндегі лицензиялау бағдарламасында көрсетілген. Әрбір азамат өзі өтініш берген уақытынан бастап, сол жаңағы бағдарламаны ашып, қай күні өтініші түсті бізге, ол қашан қаралды, лицензия қашан берілді, осы мәліметтерді қарап алуына болады, және осы бойынша жаңағы электронды түрдегі лицензиясын шығарып алуына болады. Бұл біріншіден жаңа азаматтарға жүріп жаңағы уақыттарын пайдалануына өте жақсы мүмкіндік береді. Өзі отырып жаңағы интернет клубына барады да, азаматтар өздерінің жаңа лицензиясын лицензиялау жүйесі бойынша шығарып алады. Қазір осы уақытқа шейін электрондық лицензияның адвокаттық, нотариаттық қызметпен айналысуға, бақылау қызметпен айналысуға уже жаңадан беріліп жатыр. Азаматтар алып, оған өздерінің ризашылығын білдіріп жатыр. Электронды нұсқадағы лицензияңыз қағаз лицензиямен тең құқылы. Сол себепті де көп уақытыңыз бен қаржыңызды шығындамай электронды лицензиялауды қолданғаныңыз тиімді. Себебі сіз ешқайда шықпай отырып, жұмысыңызда не үйіңізде отырып, барлық құжаттарыңызды қолдан отырып, онлайн режимде ғаламтор арқылы өз өтінішіңізді жібере аласыз. Осының арқасында сіз барлық өзіңізге қажетті заттарды үнемдеу мүмкіндігіне ие боласыз.
Ал екінші кезекте бұл өте шынайы әрі айқын, себебі бұл лицензиялаудың нұсқасын барлығы да бақыланып отырады. Сол себепті де бұл жерде басқа да адам факторының араласу арқылы біреудің жеке құқығына немесе жасап жатқан жұмысына нұсқан келу мүмкіндіктері өте төмен. Сонымен бірге осы жүйенің тағы азаматтарға бір ыңғайлылығы, жаңағы үйінен шықпай отырып интернет арқылы, компьютер жүйесі арқылы бізге өтініш беруіне болады. Бұл электронды берілген өтініш деп пайдалануға берілген, электронды өтініш беру, оны әрбір азамат өзі үйінде отырып та пайдалана алады. Электронды келіп түскен өтініш жаңағы қағаз түріне берген өтінішпен тең жүргізіледі. Ал керек құжаттар, лицензиялауға керек құжаттар қағаз жүзінде тапсырылады бұл уақытта. Әзірше қазір бұл электронды жүйе жетілдіру үстінде. Жетілдіру кезеңінде жаңағы құжаттар, қағазбен берілетін құжаттардың бәрі бір осы жүйе орнына келгеннен кейін, жетілдірілгеннен кейін электронды түрде де бізге келіп түсетін болады. Ол кезде жаңағы басқа мемлекеттік органдарынан алатын құжаттар, жаңағы лицензиялық алым төлейтін түбіртектер тоже осы жүйе арқылы көріп, біз қарап тексеріп ала аламыз да, оған жаңағы электронды түрде лицензияны бере аламыз. Электронды лицензиялау бағдарламасының басталған жөнінде барлық жерлерге хабарлар таратылған. Нотариаттық және адвокаттық палата мүшелері де бұл жөнінен хабардар етілген. Жалпы халық арасында бұл бастаманы, бұл жасалған жұмысты насихаттау күнделікті жүргізілу үстінде. Соның арқасында күн артқан сайын аталмыш бағдарламаны қолданатын, осы бағдарлама арқылы өзінің іздегенін табатын, ақыл кеңес алатын азаматтар саны күн санап артып келеді дейді мамандар. Осы тұрғыда айта кететін тағы бір жайт, осы электронды лицензияны беру басталғаннан бері барлық құқық қорғау органдарына, біздің жергілікті жердегі әділет органдарына, адвокаттар алқасына, нотариаттық палаталарға осы электронды лицензия беріле бастаған жөнінде мәлімет жіберілді. Бұл құқық қорғау органдарында осы адвокаттық, нотариаттық лицензиялар алумен бірге жұмыстар жүргізіледі. Сол уақытта жаңағы мемлекеттік органдар лицензияны адвокаттан, нотариустан сұрамай-ақ, жаңағы электронды лицензиялау жүйесі бойынша қарап алуына болады. Бұл да азаматтарға жеңілдік туғызады. Азаматтарға бір жағынан, екінші жағынан жаңағы мемлекеттік органдарға қызмет жасауда, адамдарға қызмет көрсетуде жақсы жеңілдіктер тудырады. Сонымен бірге бұл лицензиялау мемлекеттік қорын, деректер қорын пайдалану жөнінде азаматтарға да бұқаралық ақпарат құралдарында мәліметтер, ақпараттар жіберілді. Сонымен бірге осы жүйені пайдалану жөнінде, оның тәртібі жөнінде, пайдалану жөнінде жарнама бар. Жарнама түрінде жаңағы лицензиялау бағдарламасында көрсетілген. Лицензиялау бағдарламасын пайдалану өте жеңіл азаматтарға. Интернет арқылы жаңағы бағдарламаны ашып, лицензиялау бірінші бетін ашқан бетте оны пайдалану туралы жарнама тұрады. Если жарнаманы түсінбейтіндей жағдай болған жағдайда, жаңағы колл-центрдің телефондары көрсетілген. Әрбір азамат түсінбеген сұрағын колл-центр арқылы немесе жаңағы жарнама арқылы қарап танысып алуына болады. Бұл жобаның жұмыс жасауына ұлттық инновациялық технологиялар орталығы да көп үлес қосқан. Ол жақтағы мамандардан бұл бағдарламаның техникалық ерекшеліктері мен тиімді жақтарын сұрап көргенбіз.
қолданушы порталға кіре отырып, керекті қызмет түріне лицензия алу үшін арыз тапсырып, керекті құжаттарды онда тіркеледі, ол құжаттарды сканермен электронды түрге бірінші өткізу керек. Ең соңынан бүкіл құжаттарын тіркеп болған соң, ол өзінің электронды қолтаңбасымен баса отырып, сол керекті органге жібереді. Ол органде сол келіп түскен арызды қарастырып, мүмкін егер керек құжаттардың барлығы дұрыс толтырылған, сол арыз сол лицензия беруге сәйкес келетіндей жағдай болатын болса, онда лицензия береді. Арыз жіберген соң ол өзінің жеке кабинетінде біздің порталда арыздың статустарын бақылап отыра алады. Қашан жіберілді, қай кезде тіркелді, қазір қандай жағдайда, мүмкін бір жерде бір кедергілер болған шығар, мүмкін тіркеуден өтпеген шығар, мүмкін ол уже бір-екі құжаттар берілмегендіктен оған кері шешім қабылдаған шығар, соның бәрін бақылай алады. Егер де арызда барлығын дұрыс толтырған жағдайда, сол мемлекет бүкіл бәрін қарастырып, сол құжаттардың барлығын сөйтіп лицензия бере алады электронды түрде. Электронды лицензия біздің электрондық лицензиямыз, біздің сол порталда сол жерде іздеу кнопкасы бойынша сол жерден керек уақытында кез келген уақытта интернет арқылы номерді енгізе отырып, сол лицензияны алуға болады. Біздің системаның негізі маңызды ерекшелігі, былай айтқанда, ерекшелігі болғанда енді қағаз түрінен алған лицензиядан электронды түрден лицензия алғанның маңызы неде? Ол деген жаңағы арыз беруші кісі үйінде отырып, немесе өзінің кеңсесінде отырып, жұмыс орнында интернет арқылы арыз жібере отырып, сол интернет арқылы қайтадан лицензиясын ала алады. Оған бұрынғыдай барып, әр органға мемлекетке құжат тапсырып, оның мемлекеттің есігінде қанша күтіп, онда уже керек емес ондай жағдайлар. Ерекшеліктерін топтастырса, электронды лицензиялаудың тиімділігіне күмән қалмайды. Жаңа нәрсеге үйрену ауыр дейді мамандар, бірақ бұл өзінің жеңілдігімен барлығына қызықты дейді мамандар. Сол себепті де азаматтар да күн артқан сайын осы электронды нұсқадағы ақпарат алмасу, жалпы электронды түрде лицензия алу, басқа да қызмет түрлерін алуды жиілетіп келеді. Және де бұны қолданушылар саны да көбейіп келеді. Себебі әркім өзінің уақыты мен өзінің қаржысын үнемдегісі келеді. Сол себепті де ең әділ жолы осы электронды лицензиялау және электронды анықтама ақпарат алу жолдарын қолдану үстінде. Бұрын кезде мысалға өзі қазір әр мемлекет 30 күн арызды қарастыруға алады. Бұл жерде тағы жаңағы арыз беру үшін өзінің уақыты бар бөлек. Ол бір ауылдан мемлекет органына келу керек. Мысалы Астанаға, бір министерствоға бізге сөйтіп соған арыз тапсыру керек. Ол жолға қанша уақытысы кетеді, сол арыз жинауға неше уақытысы кетеді, ол біраз уақыттар. Ал қазіргі кезде осы маңыздылығы, ол өзінің ауылында отырып, сол жерден интернеттен жіберіп, сол жерге лицензиясын алады. Ендігі қарастыратын қазір жағдайымыз, егер интернет болмаса, онда ол кісілер соңға құжаттарын өтсе отырып, соңынан лицензияны алуды қарастырудамыз. Бұндай ақпараттық дөңгешелікте біздің ақпараттық жүйемізде әлі орналмаған. Неге? Өйткені біз енді бүкіл мемлекеттерге қазір таратылып, сосын ендігі кезек бізде бүкіл облыстарға таратуымыз керек, әкімшіліктерге. Содан соң қалай уже барлық жұмыс істеген кезде 2012-2013-те осындай терминал тәрізді аппараттарға енгізуге болады. Сонымен қатар Әділет министрлігі тағы да бір жаңа әрі жақсы жобаны іске асырды. Бұл электронды нотариат жобасы. Жалпы электронды нотариат электронды лицензиялаудан ұштасып жататын жақын бағдарламалардың бірі. Себебі бұның барлығы елімізде басталған электронды үкімет бағдарламасының құрамдас бөліктері. Бұл арқылы еліміздегі барлық нотариаттардың жұмысын бір арнаға тоғыстырып, бұл салада болып жатқан істерді толық бақылап отыруға болады. Бұл да кезінде басына кеткен нотариаттық палаталар әрдің басын қосуға толық мүмкіндік беретін бағдарлама. Біріншіден бұл электронды нотариат дегеніміз нотариустардың қызметін сапасын арттыруға жасалған жүйе болып табылады. Нотариустардың көрсеткен қызметтердің бірыңғай ақпараттық жүйесі. Олардың басқа, мысалы, әділет органдарымен қарым-қатынасы, нотариаттық палаталармен, республикалық нотариаттық палатамен қарым-қатынасы. Біріншіден бұл e-нотариат дегеніміз нотариустарға
арналып жасалған жүйе болғандықтан олардың жұмысының сапасын қай жағынан арттырады деп айтсақ, шапшаңдығы, мысалы ақпарат алудың басқа республика бойынша басқа палаталармен ақпарат алмасуы, нотариаттық іс-әрекеттер бойынша қандай да бір сұрақтар туындаған жағдайда барлық ақпарат осы нотариаттық жаңағы жүйеде әрбір нотариус кіріп алуға болады. Мысалға айтайық, мысалы түрінде айтсақ, Алматыда берілген сенімхат, мысалы, оның жаңағы нотариуспен берілген, берілмеген мысалы анықтау үшін ол жаққа жаңағы сұрау хат жолдаудың қазіргі уақытта қажеті жоқ. Мысалы, жаңағы электронды нотариат жүйесін ашады да нотариус, сол бойынша жаңағы тіркелген сенімхат тіркелсе, сол бойынша сол жерде ол тіркеліп тұрады әрбір нотариус. Және бұл еліміздің үкіметінің қаулысының 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасына бекітілген. Сосын бірыңғай ақпараттық жүйелер акционерлік қоғамының жасалған жүйе болып табылады. Бұл бастамаға нотариалдық палаталардың өкілдері де өздерінің жақсы пікірлерін білдіріп қолдап отыр. Себебі құқықтық қоғам құруға бет алған Қазақстан үшін бұл секілді игі бастамалардың өте қажет әрі уақытылы екенін олар атап көрсетуде. Себебі еліміз егер демократиялық қоғам құруға бет алатын болса, барлық елімізде жасалатын жұмыстардың заңды әрі ашық, айқын болуы міндет. Осы мақсатта электронды үкімет бағдарламасы, ал оның құрамдас бөлігі саналатын нотариат бағдарламасының өзі нотариус жұмыстарының барынша шыншыл әрі әділ болуын қамтамасыз етеді. Себебі сіз алған кез келген анықтаманың немесе сіз бекіткен кез келген сенім хаттың еліміздің әр түкпірінде жүріп оның қаншалықты дұрыс бекітілгенін, оны бекіткен нотариустың қаншалықты заңды әрі қандай лицензиясы бар, оның істеген әрекеттерінің заңға қайшы келмейтіндігін үнемі тексере ала отырасыз. Жалпы айтайын дегенім, жалпы ақпараттық нотариалдық жүйе бойынша мен барлық өзім әріптестеріме, әділет департаментіне, министрлікке бәріне өзім рахметімді айтқым келеді. Өйткені біздің нотариус әріптестерге бұл ыңғайлы және жеңілдіктер түсіріп жатыр. Азаматтардың құжаттарын заңдылығын, заңсыздығын тексеру, электрондық жүйеде жылдам информацияны алу, сол бойынша жеңілдіктер түсіріп жатыр. Ойымша осы электрондық жүйенің болашағы бар. Бірге жұмыла көтерген жүк жеңіл болады дейді. Егер осы жүйеде өздеріміз бірігіп, бірыңғай жұмыс істеп, өз сараптаудан өткізіп, болашақта бұл жүйе жүзеге асады деп ойлаймын. Электронды нотариат жобасы да басқа электрондық қызмет түрлері секілді өзінің ыңғайлылығы, үнемділігімен ерекшеленеді. Әрі сіз кез келген өңірде алған сенімхат немесе басқа да құжаттардың растығын, заңды екенін осы жерден біле аласыз. Бұл кез келген нотариусқа толық мүмкіндік беретін жоба. Азаматтарға бұл жүйенің енгізуі көп жеңілдік әкелді деп айтуға болады. Мысалы, сіз бір затты мысалы сатым келісімшартын жасау үшін қаншама анықтамалар қажет болатын бұрын. Нотариусқа келсеңіз, сізді жаңағы сататын мысалы мүлкіңіз жайлы анықтама әкелуге бұрын жолдайтын болатын. Қазіргі уақытта нотариус жаңағы нотариат арқылы осы жүйеден барлық ақпаратты ала алады. Нотариусқа келсеңіз, сізді ешқайда анықтамалар үшін жібермейді. Сол жерде сіз жаңағы сату келісімшартын жасасаңыз, мысалы құжаттарыңызбен нотариалдық әрекеттерді жасай бересіз. Мемлекеттік нотариус жұмыс істеп жатыр. Мемлекеттік нотариуста осы нотариат жүйесіне қосылған. Және мемлекеттік нотариуста өздеріңіз білесіздер, халыққа жеңілдігі онда тек қана госпошлина дейміз ғой. Сол алым ғана алынады, үкіметке төленетін. Жаңағы жобаны жасаған үшін ақша алынбайды мемлекеттік нотариуста. Және жаңағы нотариат жүйесіне қосылғандықтан нотариаттық іс-әрекеттер шапшаң жүргізеді. Уақыт аз кетеді бұрынға қарағанда.